Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Мен осы 7 күндік өзгергім келеді челленджіне қатысқан болатынмын. Осы өзгергім келеді челленджінің сабақтарын көру барысында конспектлеп, ой түйіп және тәжірибе жүзінде асырдық. Осы сабақ барысында біз өзіміздің бойымыздағы жақсы және жаман қасиеттерімізді аңғардық. Менің өзімнің бойымдағы жаман кемшіліктерімді жеңуге тырыстым. Яғни Ахметбек Нұрсила ағайдың сабақтары маған кәдімгідей ой тастап, өзіме деген күш жігерімді, сенімімді арттырғандай болды. Мен ол кісіге алғысым шексіз, рахметімді айтқым келеді. Және де ұйқыны жеңу, жалқаулықты жеңу деген сияқты біздің кемшіліктерімізді тәжірибе жүзінде әлі де іске асырып жатырмын. Сондай-ақ адамды депрессия, стресске түсу, ашу, ызаға болу деген сияқты сабақтар өте маған ұнады. Яғни адам өзіне байланысты екенін, барлығы өзгергіміз келетінін жандарға өте күшті ақыл кеңестер деп айтқым келеді. Және біз модератор қызымыз, осы чатты бақылап, қадағалап жүрген қызымызға көп рахмет айтқым келеді. Ол кісінің ешқандай кемшілігі жоқ, бірақ тек қана бізге чаттағы қатысушыларға кішкене сәл тағы да қаталдау болса, біз әлі де мүмкін кішкене не болар едік, белсенділірек болар едік деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.